Отау ТВ жалпы спутниктік антенналардың кабелінің ұшын қалай кесеміз? Кабелдің ұшынан 1 см, былай қарай 1 см аралықта кабелдің ішіндегі шаштарын кесіп алмайтындай, қатты күш салмай, сыртқы қабығын айналдыра тіліп аламыз. Мінекей сыртқы қабығын тіліп алдық. Енді мына ішіндегі шаштарын сыртқа қарай қайырамыз. Шаштарын қайырып алдық. Енді ішкі қабығында дәл солай айналдыра тіліп аламыз. Мінекей ішінде жезі бар. Енді бұл жерде мұқият мән беретін жағдай, сыртқы шаштарының бір талы да жезге тимеуі керек, соны мұқият қадағалаймыз. Мінекей сыртқы шаштардың бір талы да жезге тиіп тұрған жоқ. Одан кейін штекерін басына кигіземіз. Мінекей басына штекерін кигізіп алдық. Міне ішінде шаштардың бір талы да жоқ. Осылай таза болу керек. Енді ары қарай тюнерге жалғайтын жағын тюнерге, антенна жаққа жалғайтын антеннаға жалғаймыз.